Баршаңызға қайырлы күн, сіздермен Арайлым, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен ерекше дәмді, өте қытырлақ, шекерсіз, осындай қытырлақ болып шығатын, үлкендер де, кішілер де сүйсініп жейтін өте керемет көк пияздың дәмімен қытырлақ печеньелер әзірлейтін боламыз. Ең алдымен көк пияздарымызды алып, ақ жақтарын алып тастап, тек жіңішке жасыл сабақтарын майдалап турап, бір уыс шығатындай етіп, алдын ала дайындап қоямыз. Енді қамырын дайындаймыз. Қамыры үшін жылы сүт, ерітілген сары май, шамалы араластырып, үстінен тұз және де сода салып, жақсылап араластырып аламыз. Барлық қажетті заттардың тізімін описанияда қалдырдым. Енді ұнымыздың жартысын ғана салып, үстінен ашытқымызды саламыз. Үстінен қалған ұнымызды салып, жақсылап араластыратын боламыз. Қамыр осылай шамалы араласқаннан кейін, үстінен алдын ала туралған көк пиязымызды салып, үстінен күнжітімізді себеміз. Жақсылап араластырамыз. Осылай шамалы лопаткамен араластырып болғаннан кейін, қолмен барлығы бірігіп, пияз ішіне жақсылап араласып, біркелкі қамыр болғанша осылай илейтін боламыз. Осындай жұмсақтау, қатты жұмсақ емес, қатты қалың емес, орташа тығыздықтағы қамыр илеп, бетін жауып, шамамен 30 минутқа қойып қоямыз. 30 минут өткен соң, қамырымыз осындай жұмсарып, жұмыс істеуге ыңғайлы болады. Қамыр көтерілмейді. Бізде ашытқымыз, дрожжымыз тек қамырдың бопыраңқы болуы үшін ғана қосылады. Сол себепті қамырдың көтерілуін күтуге қажет жоқ. Осылай пергамент қағаздарын бір-біріне біріктіре отырып, ортасында қамырымызды илеп аламыз. Екі бетіне аудара отырып, астын тегістей отырып, жайсаңыз болады. Достар, егер рецепт ұнап жатқан болса, міндетті түрде комментарий қалдырып, нравится батырмасын басуды ұмытпаңыздар. Алдын ала рахмет. Мүмкіндігінше қамырды тегіс, біркелкі әрі өте жұқа етіп жайған дұрыс. Сонда сіздің печеньеларыңыз барлық шеті қытырлақ болып, біркелкі болып пісетін болады. Қамырды осылай жайып алғаннан кейін, шеттерін сәндеп, кесіп алсаңыз болады, немесе жай ғана пышақпен кессеңіз де болады. Барлық шеттерін осылай алып тастап, осылай пышақпен сәндей отырып, тік төртбұрыш көлемде печенье жасайтын боламыз. Қалауыңызша жай ғана пышақпен жасасаңыз да болады. Мен осылай көз мөлшерімен, ешқандай өлшемсіз, біркелкі қылуға тырысып, осылай қылып кесіп шықтым. Достар, менің каналымнан басқа да қызықты рецептерді көре аласыздар, және әркез жаңа рецептермен бөлісіп отырамын. Каналды жоғалтып алмас үшін подписаться батырмасын басып, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Қамырымыздың барлығын осылай біркелкі етіп кесіп алғаннан кейін, пергамент қағазы төселінген противенімізге салып, шаңышқының көмегімен осындай тесіктер жасаймыз. Осылай жасап алғаннан кейін, қызып тұрған пеште 12-15 минут арасында 170 градуста печеньеларымызды осындай қызартып пісіріп алатын боламыз. Егер печеньелар 12-15 минутта шамасында піспесе, демек қамырыңыз қалыңдау болып қалған болуы мүмкін. Сол себепті шамалы ұзақта ұстап пісіретін боласыз. Печеньелар өте керемет болып шығады, балдарыңыз сүйсініп жейтін болады. Чипсы ұнататын балдарға өте керемет альтернатив болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздермен болған Арайлым. Баршаңызға рахмет.